рухани картасын жасау барысында шығармаларында қандай тың деректерге сүйенді? Көпшілік біле бермейтін, бірақ әкеңіз ерекше мән берген мекендер бар ма? Өте жақсы сұрақ. Жалпы Абай ауылына саяхат деген кітапты білесіздер. Бұл енді Абай туған, Шәкәрім Мұхтар туған киелі мекеннің кешегісі мен бүгінгісін сол өскелең ұрпаққа қалдырған үлкен құнды дүние өсіп келеді. Алғашқы басылымы 1976 жылы жарық көрді мектеп баспасынан. Кейіннен Абайдың 100 жылдық қарсаңында 94 жылы Абай ауылына саяхат, тәуелсіздік алғаннан кейін Абай Мұхтарға бірге Шәкәрім бабамыздың да сол тарихи дүниелердің бәрі соған енді кеңейтіліп жазылды. Ал енді осы бір деректердің барлығын жазушы Кәмен Оразалин қайдан алды дейтін болсақ, ол кешегі. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Бүгін бізде қонақта Абай ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Төлеубек Аманғазыұлы, және де ақын сазгер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Абай медалінің иегері Елдар Каменұлы отыр. Қош келдіңіздер, Елдар Каменұлы және де Төлеубек Аманғазыұлы. Сіздерге қояр бірнеше сұрақтарым бар. Төлеубек Аманғазыұлы, сіз Кәмен Оразалинді туған жерден ажырамаған тұлға деп жазған ой толғауыңызға тоқталыңызшы. Бұл ой толғау жазылған баспасөзге шықты. Былай деп айтар едім. Ұлы Абай, қазақтың Абай, адамзаттың Абай. Осы Абай туралы Мұхтар Әуезов ұлы жазушы. Абай жолы деген роман эпопея жазып, бүкіл жер жүзіне танытып, бүкіл қазақты танытты. Бүкіл Абайды көтерді, ғаламға жариялады. Ал енді ұлы Әуезовті дүние жүзіне таныту, ұлы Әуезовтің еңбегін мәңгілікке қалдыруда Кәмен Оразалин ағамыз, жазушы ағамыз үлкен еңбегі. Ол Абайдан соң деген 4 кітаптан тұратын тетралогия жазып, Абайға қызмет еткен Мұхтар Әуезовке үлкен ескерткіш қалдырды. Бұл ең бірінші бұл кісінің үлкен еңбегі деп осыны айтар едім. Екіншіден, Әуезовті Кәмен аға үлкен ұстазым деп санаған. Өйткені анау сол 1943 жылы Мұхтар Әуезов өзінің жанындағы серіктерімен Абай жолы романын жазу жөнінде жерді аралап, елді аралап, үлкен ақсақалдармен ақылдасуға, шыңғыстауға келгенде майданнан жараланып оралған сол кезде Кәмен аға Әуезовпен бірге болып, бірге жүріп, барлық жанында сол кездегі сапарында бірге болған адам. Сол кезден бастап Әуезовпен екеуінің таныстығы басталған. Кейіннен мына жердің, елдің кейбір тарихи оқиғаларды Әуезов бәріне бірдей қайталайды, Алматыдан келе алмайды ғой. Сонда Кәмен мұғалымға звондайды екенде, телефон соғады екенде, хат жазады екенде, сен осы бір оқиғаларды, осы бір дүниелерді, осы бір жердің аттарын, ана бір адамдардың бәрін маған жіберші мәліметтерін деген деп отырады екен. Сонда Кәмен ағаның бәрін жатқа білет, түгел жазып жаңағыны. Қажет болған жағдайда телефонмен хабарлап, хатқа жазып, барған адамдардан жаңағы материалдар, қосымша деректер жіберіп отырады екен. Сонда Кәмен аға Абай жолы романын жазғанда Әуезовке үлкен көмектескен, үлкен жәрдемдескен адам болып есептеледі. Сондықтан да оның Әуезовтің де мына Кәмен ағаны жақсы көретін себебінің өзі осы. Енді бір ғана мысалын айтып кетуге болады. Ең соңында 1961 жылы Мәскеуде ота жасатуға дәрігерлердің қарамағына түскен кезде ұлы Мұратты хат жазып беріп осы Абайға жібереді. Сонда Кәмен, мынау менің балам Мұрат, менің балам, өзің үйіме түс деп тапсырдым. Балтас екеуің қамқорлық жасарсыздар, елді жерді аралатып көрсетерсіздер дейтін хаты бар ғой. Ең соңғы жазған Әуезовтің хаты сол Кәмен ағаға жазылған. Бұның өзі де үлкен дүниені айтып тұрады. Сондықтан да туған жерден ажырамай, елде отырып, осындай үлкен шығармалар жазып, рухани дүниені байытып кеткен Кәмен ағамыздың еңбегі, әдебиеттегі еңбегі ұшан теңіз деп айтамын. Сондықтан осындай үлкен эссе жазуға
жазуыма түрткі болған болатын. Енді оның бәрін айтып жатуға қазір уақыт тапшы болғандықтан қысқартып айтып отырмын. Жауабыңызға көп рахмет. Құрметті Ильдар Каменұлы, біз қазірде Камен Оразалиннің Абай еліне саяхат кітабын оқи отыра, Абай елінің рухани картасы Камен Оразалиннің ізімен атты ғылыми жолымызды бастадық. Осы жолымның негізінде мұхаңның қасында жүріп, елдің анау Абайдың көз тірісінде 15 жас пен 30 жас аралығындағы елдің азаматтарының кейін солар не көріп, не қойғаны жөнінде Абайдың тағылымын, Абайдың өлеңдерін кейінге қалдырған үлгі-өнегесін сол Абайдың көзін көргендерден жинап, сондай үлкен өзінің мынау Абайдан соң атты 4 томдық тетралогиясына арқау етті. Сондықтан бұл құнды дүниелер, бұл енді бұлақтың жаңа басынан алған ең таза, ең құнарлы тарихи оқиғалар деп есептейміз. Сондықтан енді алдағы уақытта да осы бір дүние жалғасын тапса екен дейміз. Жаңа да бір сөздерімізді айтып жатырмыз. Оқушы өскелең ұрпақ осындай Абай туған, Шәкәрім Мұхтар туған елдің тарихын көкейлеріне сіңіріп, мынау отансүйгіштік, мынау туған жерге деген махаббат, осының барлығын сабақтастырса, бұл да үлкен біздің болашағымызға деген үлкен сенім болар еді. Көп рахмет. Қазірде сіздер номер 50 жалпы орта білім беретін IT мектеп лицейінің подкаст студиясында отырсыздар. Осы подкаст студияға келіп, өздеріңіздің сұхбаттарыңызды бергендеріңізге көп рахмет айтамын. Сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта сіздерге зор денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Қош сау болыңыздар. Мен бір өлең оқи кетем. Енді әке туралы бір өлеңді оқиын. Енді әр сөзің әке санымда сайрап, ғақлия бүгін мен үшін жатсам да тұрсам, сыйыны ойлап, рух алам жанға ем үшін. Ұлы Абай Мұхтар шәкәрім еді, сіз үшін басты ұстаным, романдар туып, ел танып көрді, қаламда жатқан күш барын. Таңым бар қалай, талант пен бақыт, тәңірім берген үйіп қып, көрсеттің көпке, болашақ бағыт, даңғылың жатқан биіктік. Өлсеңде өшпес даңқың дұрасып, өлшемге толы кемелім, сабырға салып, аяңмен басып, сіз жүрген жолмен келемін. Рахмет. Сәлеметсіз бе, құрметті Ильдар Каменұлы. Мен номер 50 жалпы орта білім беретін IT мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысымын. 10-шы сынып оқушысы Мақсатова Каусар. Менің жетекшім Жанат Мейрамғалиқызы. Енді сізбен кездесуге, сұхбаттасуға келісіміңізді бергеніңіз үшін көп рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Бұл мен үшін үлкен қолдау әрі қуаныш. Енді менің жолымның тақырыбы Абай ауылына саяхат Камен Оразалиннің ізімен. Осы жолымның негізінде Камен Оразалиннің музей үйіне келіп, және сізбен сұхбаттасып отырмын. Осы енді сізге қояр бірнеше сұрақтарым бар. Соның біріншісі, әкеңіздің сізге айтқан бір ақыл кеңесі, әрқашанда қандай ақыл кеңесі ойыңызда жүреді? Енді бала кезімнен осы әкемнің арқасында Абайға деген, Абай тануға деген, Абайды білуге деген сол құштарлығым осы әкемнің тәрбиесімен басталды. Бала кезімде 5 жастамын, мені бір күні әкей оятып, сен тездетіп кейін бүгін Абай атаңның ескерткіші ашылады. Қазір осы орталықта, соған сен бірге барасың деймін. Тездетіп кейін деді. Содан кейін сол әкемнің сөзінен кейін айтылды, біз үшін заң тездетіп киініп алып, әкемнің қасынан еріп орталыққа кетіп, келсек қаптаған мәшине, қаптаған адам. Ол кезде енді дәл бүгінге келмеді не болмаса да, сол халық аудан тұрғындары, жоқ жақтан келген адамдар бар сияқты, балалар да бар. Сонымен ескерткіш ашылатын болып, ақ жаңағы матамен жабылып тұр екен. Ол жаңа трибуна қойылған, ол кезде біздің трибуна болатын, үлкен, соның үстіне шығып, бірнеше адам топпен шығып
мен келіп мен әке әкелді бір үлкен адамға бір әйел адамға үлкен апа былай деймін тапсырып мына бала менің баламнан тұрсын осы жерде деп нетсе артқа кетіп қалмасын қазір мүмкін қалып қозғалса мына абай атасын көре алмай қалады қазір ашылымда болсын деп содан кейін егер нетсе сіз алға қарай ұстап тұрыңыз деп содан кейін әке сол неге қарай кетті ойлаймын трибунаға сөйтсем сол күні ол кісі сөйлейді екен баяндама құттықтауымның ашылу салтанатында әкемнің сөзі бар екен сонымен қалай ашылады қалай қояды қалай кім қаз қалай болып шығады екен деген елдің де сол үміті мен де қарап тұрмын баланың қозғалмаған жерде сол тыңдаған жерде тұрып қарап тұрмын қойшы бір кезде барып айтып кісілер сөйлеп отыр құттықтап жатыр айтып отыр бір кезде келіп сол жаңағы ашылу салтанаты болды қарап едік анау керемет үлкен болып жасаған абай атаның суретін көрдім керемет мүсін менің бірінші ұғымымда мынау тастан қалай жасаған деп таң қалдым бұл енді бір ерекшелік және қалай жасап шыққан мынандай түрін келтіріп қалай шығарған деп тұрып ұзақ қарап тұрған болуым керек ойға шұғыл мына жақта енді нәресе болып жатқан кісілер шулап жатқан адамдар шапалақтап жатқан адам оғанда ой жоқ мен тек мына абай атаны қарап тұрып қалсам керек қанша уақыт өткен белгісіз бір кезде қарасам басқасында біреу тұрып мен ана әкең шақырып қарасам әкем шақырып тұр екен барсам қасында бір екі үш адам фотоға түсіп жатқан сияқты соны мен де түсірме деп жетпеп едім маған құлағыма сыбырлады тездетіп үйге бар мамама айт мына қонақтар қазір үйге де барып қалуы мүмкін қазір қалай болады мүмкін болса үйде дайын болсын тамақ бірдемесін әзірлей берсін деді сол арқылы енді кетейін жүрейін деп тұрған уақытта ана ортада тұрған сол жаңағы мүсінші атақты мүсінші Хакимжан Наурызбаев кәкем мына бала кім деп сөйтті бұл менің кенже ұлым ғой үйдегі деп ұлдан кенже деп сөйтіп кәке тұра тұрыңызшы менің бір алып келген бір сыйларым бар қазір біреуін тартып өтейін деп сол жерде бір қағазға сары қағаз болған екен соны ашып нетіп жатты қарасам бір нелер тұр соны ойладым да маған береді екен деп мен енді балам ғой мен берсін десе балалар ұмтылып тұрамыз сөйтіп тұрып бүйтіп ашып жатқан уақытта әке тұрды да айтты маған беріңіз бұл көтере алмайды ғой деп сөйтіп алып еді сөйтсек абай атаның мүсін екен кішкене сол жаңа ескерткіш жасалған арнайы өзінің қолынан шыққан авторлық дүниесі екен содан кейін соны көрдім қойшы енді сөйтсем жаңағы менің сол көріп тұрған мүсіншіміз Хакимжан Наурызбаев қасында үшінші адам Шотов Уәлихан екен жас архитектор бұл бірінші менің сол абай атамды тұңғыш ескерткішін көргенім сол елге келген абай атаның ескерткіші тұңғыш ескерткіші сол сонда қалған бір керемет әсерім болды бұл енді әкемнің сол біз білсін көкегі түйсін дегені болу керек келесі жылы 68 жылы абай поэзиясы күндері өтетін болып осы 18 сентябрь күні енді қыркүйек дейміз қазір мына Жидебайда болатын болып абайдың басына көптеген ақын жазушылар белгілі қоғам қайраткерлері бәрі келді сол келген уақытта әкей менімен бірге барасың деп бізді салып алып қасында қарындасым бақыт бар екеуміз бірге бардық ол кезде біздің машинамыз бар волга автокөлігі онда ілуде біреу ешкім ондай машина ол кезде белсенді жоқ ол кезде елде қойыңызшы сол машинамен барып қонақтарды қарсы алып сол Жидебайдың басында болып сонда мен бір ерекше таң қалғаным ақын жазушылар жаңағы сол ақындардың сөзіне сөйлеген сөзіне анау ерекше әсермен сөйлейтіні тебірентіп анау тыңдаушының өзін баурап әкететіндігі тіпті жаңа мен бағана айтып кетіп отырмын мынау ақындар ғали мамыттардың өлең жырлары анау лұтфолла шәкенов бар ғафу қайырбековтің өлеңі тіпті ғафу қайырбековтің өлеңі таң қалдырады өзі тыңдамасаң да бала болсаң да тыңдатқызатындай сондай бір әсермен оқыған уақытта өзің үйіп қалай тыңдағаныңды білмей қаласың сондай бір әсерде күй кешкенім бар сол қонақтар тұтас сол жаңа шарадан кейін біздің үйге қонақ болып дәм татты бұл енді тарихи сурет сол суреттердің барлығы қазір біздің музейіміздің үлкен құнды
жәдігерлерін айналып отыр. Бағана айтып кеткен жаңағы абайдың мүйісі ескерткіш дегенімізде сол музейіміздің ең төрінде әкеміздің жұмыс кабинетінің төрінде анау сөренің үстінде тұр. Бұл да таптырмайтын қымбатты тарихи дүниелеріміз. Міне осындай әсермен болдық біз. Көп рахмет. Келесі сұрағым, әке тәрбиесі, әке тағылымы туралы не айтасыз? Енді қай уақытта әкемізді айтамын, сергектік үйретті, ұқыптылық үйретті. Қандай жазу жазсақ та, басқа да бір дүниені орындады, соны бір ерекше бір ұқыптылықпен, тиянақтылықты ойымызға сіңіруге сондай үлкен жаңа өзінің қасиеттерін бізге сіңіре білді. Егер бір жиналыс бола қалса, мынау ол кезде райком дейміз, райкомға шақыратын уақытта не мектепте бір жиналыс бола қалса, әкеміз сол сырттай киініп алады. Біз сол үшін жаңағы үлгісін көріп өстік. Қай уақытта болмасын, сондай бір ерекше дүниеде болдық. Енді бұл кісінің тағылымы бізге үлкен бойымызға сіңіре білді. Қарындасымыз екеуміз бір күні мектепте мен сабақта отырамын, 5 оқимын, қарындасым 4 оқиды. Бізді шақырады дейді. Соны мен методикалық кабинетке кесілдім. Соны барсақ, неге шақырып жатыр дедік. Сөйтсек, әкем шақырып отыр екен. Келіп бізді кіргізіп қарасақ, толып отырамын. Мұғалімдер мен жоғары сыныптың оқушылары екен. Соны бізді алып келді де, біз ойлап сол бір бұрышқа отыратын шығармыз деп шақырып әкеп өзінің қасына отырғызды. Тіпті өзімізге сабақ беретін мұғалімдерден жоғары шығып кеттік. Соны қымсына барып енді еріске отырдық, отырдың жеріне. Сол дүниесін бәрі өтті. Біреуден біреу сөйледі. Сондағының бәрінде жаңағы сол абай ұрпақтары журналы жөнінде. Бұл енді абай ұрпақтары қысқа шешетін болса, Мұхтар Әуезовтің 39 жылы өзінің сол өксім кеңесімен мына абай ұрпақтары жаңадан шыға бастаған журнал. Онда жаңағы бойында таланты бар, дарыны бар, құлақтың көзін ашатын, сондай үлкен бір ерекше өзінің қасиеттері бар балалардың сондай бауырына тартып соларды жақсы дүниелер болса, әңгімесі болсын, өлеңі болсын, басқа да дүниелер болсын, соның бәрін сол абай ұрпақтарына жазу арқылы, соларды насихаттау арқылы балаға үлкен шабыт беретін дүние. Сонда сөйтсек, сол журналды біз көрсін, білсін, үйренсін деп жүрген екенбіз. Біз кейін соны бірақ білдік қой. Көп рахмет. Енді осы Кәмен Оразалин шығармаларының арасындағы Абайдан соң кітабына тоқталып өтсеңіз. Абайдан соң айтпас бұрын бірінші Ұлы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы айтуымыз керек, 4 tomдық. Бұнда Абай жолында білесіздер, ең соңында Абай дүниеден қайтты деп қысқаша егілікпен Мұхтар Әуезов қайрады. Ал Оразалиннің шығармасында Абайдан соң алғашқы кітабында Абай дүниеден өтіп жатқанда 7 жасар бала Мұхтар әжесі нәсілдің қолынан ұстап бір дүрбелеңнің болып жатқанынан басталады оқиға. Міне сол бала Мұхтардың жігіт ағасына шейін болған шаттық дейтін 4 tomдық тетралогия Әуезовтің ғұмырнамалық шығармасына айналған көркем шығарма. Қазір көзге түсіп отырған қолыңыздағы бірнеше кітаптарды көріп отырмыз. Сол кітаптар туралы айтып өтсеңіз. Мынау енді сіздердің жалпы бүгінгі іздену бағытында келіп жатқан дүниелеріңізге дәл келіп тұрған дүние. Мынау ең алғашқы Абай келіп тұрған дүние. Мынау ең алғашқы Абай аулына саяхат атты мынау кітабы әкеміздің. Ол бұл кезде Астана, Алматыдағы Абай ескерткішінен басталып, Семейге келіп, Семейден бері қарай мына шығыстауға келетін дүниенің бәрі осыны сипатталады. Бұның бір ерекшелігі кітапта 3 бөлімнен тұрады. Алатау аясында дейді, 9 жолдың торабы дейді, Семей туралы, одан шежіре шығыс деп, 3 бөлімнен тұратын дүние. Бұл үлкен сапарнамалық. Кім оқыса да үлкен тағылым алатын. Ұлы Абайдың жүріп өткен Әуезовтің байланысты дүниесі осының бәрінде мынада сипат береді. Енді бұл 1976 жылы шыққан болса, мына Абайдың 150 жылдығы қарсаңында Абай аулына саяхат екінші басылым болып қайта шықты. Мұнда толықтырылды. Алғашқында Абай мен Әуезов болатын болса, мұнда Абай, Шәкәрім, Мұхтар келді. Бұл тәуелсіздік алғаннан кейін шыққан кітап.
одан кейін абайдың 175 жылдық қарсаңында 3-ші басылым болып қайтадан шықты. Абай жолына саяхат және Әткеш Тоғымбаевтың да мынау шығармасы болса несіне байланысты берілді. 2 топтастырып шығарған дүние. Бұл 3-ші басылым деп айтамыз. Енді мына қолымызда былтыр ғана аймақ басшысы облыс әкімі Беріктің ойымыздың үлкен қолдауымен Абай жолы кітапханасы аясында Абай жолына саяхат атты әкеміздің сол кітабы бұрынғы есімен сипатымен арнайы қайтадан басылып шықты. Бүгін үлкен қолдау болды. Әрине бұл облысқа тарайтын әрбір кітапханаға тарайтын кітап, сондықтан бүгінде облысымыздың жер-жермен кітапханалардың бәріне қолжетімді болып тұр. Бұл да үлкен бір біз үшін үлкен қуанышты жағдай. Олай дейтініміз кеше ғана 20-шы жылы дүниеге келген Кәмен Мырзалин сол былтыр 105 жылы толған болатын. Сол менде мерекесіне байланысты тұспа тұс келді. Абайдың 180 жылына. Бұл кітаптың біздің мектептің де кітапханасында орын алды. Біз осы жұмысымызды қорғауды осы кейінгі соңғы 2025 жылы шыққан Абай жолына саяхат кітапты қолданып жатырмыз. Расында да облыс әкіміне үлкен рахмет айтамыз. Бұл құнды тарихи деректер. Енді соңғы сұрағым, бүгінгі жастарға айтатын қандай тілегіңіз бар? Бүгінгі жастарға айтатынымыз енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мынау өскелең жасқа әлемнің дамуына байланысты жасанды интеллекті дейміз. Бірақ сонымен қоса ұлттық құндылық кітап оқу, жастарға осы ұлттық құндылықтардың бойына сіңіру бағытында айтылып жатқан дүниелердің барлығы бұл бүгінгі кезекте өзекті мәселенің бірі болып саналады. Соның тұрғысында мен өскелең ұрпаққа айтарым, өзім де мұғалім болғанмын. Бүгінде мәдениет саласында істеп, міне бүгінде сол мына кешегі әкеміздің тұрған, салған өзінің үйін 60 жылға тақау тұрған үйін. Соның қазір музейдің меңгеруші қызмет жасап жатқан жайымыз бар. Келіп жатқан жастар болсын, басқа да болсын, біз сол кітап оқу уақытында тек қана әкеміздің кітабын оқып деп айтпаймыз. Келгендердің бәріне біз кітап оқу дүниесін айтамыз. Кітаптың қандай ерекшелігін, қандай ұрпаққа тиер қасиеті барын бойға сіңіру, ол ұрпақтан ұрпаққа сабақтастық қалай жалғасады, сол тұрғысында кейде түсіндіріп айтып жатамыз. Көбінесе оқушыларымыздың барлығы, келген оқушылар 2009 жыл, 2008 жылы әкеміз дүниеден озса, 2009 жылдан бастап Кәмен оқулар деген үлкен Мырзалиннің шығармаларын насихаттау бағытында сол байқау жалғасын тапты. 5 жыл сол Кәмен Мырзалиндағы олимпиада болса, 5 жылдан кейін Кәмен оқулары болып, аудандық, облыстық, бүгінгі таңда аймақтық 6 облыстың қатысуымен биылдан осы 15-інде мамыр айының тағы өтеді деп жатырмыз. Сондықтан бұл да үлкен өскен ұрпаққа кітап оқуға, көркем әдебиетті сүю оқуға, тарихты білуге осының барлығы үлкен маңыз беретіні тәрбиелік зор деп есептеймін. Сондықтан жылда келген уақытта қай жер болсын, былтырға қарасақ тек қана осы Абай ауданының балалары жүлделі болады. Ол Оразалиннің шығармасын өз жергілікті жазушы болғанымен оның шығармасын мықты біледі. Солар ғана жаңа жүлделі орындау алып жүргенін аулақ біз. Әрине алып келе жатыр. Бірақ былтыр бірнеше жылдар болды. Былтырда біз Жамбыл облысынан келген бала бас жүлде алып кетті. Қараңызшы, қандай келді, ғылыми жобадан алды. Бұл үлкен дүние. Сондықтан мен өзім ойлаймын, қай уақытта болмасын жастарға кешенсіз кітап оқу керек. Тіпті үлкен осында кітапты оқу, бұл адамның бойына ғажайып үлкен рухани құндылық сыйлайтыны сөзсіз. Сондықтан әрбір сөздің астарында қандай қасиет дүниелер, ой, пікірлер жатады. Соның барлығы балалар сіңіре білсе, мен өзім ойлаймын, бұл ғанибеттің үстіне ғанибет болатыны рас. Сөзіңізді қостаймын. Сіздің өзіңіздің жеке ой толғамыңыз бар, Кәмен мұрасы, халық мұрасы деген. Сол мұрада Кәмен Мырзалин ағамыздың
өмірінен жаңағы жастық күнінде ұлы отан соғысына қатысқан қазақ жауынгерлерінің бірі ретінде жаңағы бір отан үшін ерлікке барған үлкен жауынгер ретінде және абай еліне қазақ еліне танымал шығармашылығы ретінде үлкен ой толғауымыз үлкен бізге ой салды. Сол ой толғауымыздың қарап отырып Кәмен мұрасы халық мұрасы десек, сіз біздің бүгінгі күнде көзі тірі бізге соны дәріптеп жеткізіп отырған, біз оны ары қарай алып кететін үлкен дүниеге сіз мұра болып отырсыз. Сондықтан мынау үлкен қара шаңыраққа келіп өзіміздің рухани күш, рухани құндылыққа ие болып отырмыз. Енді оқушымыз екенбіз. Жоба қорғауда жазушының шығармашылығында әлде тым еңбек сіңіруіміз керек, міндетті деп те санаймын. Сондықтан сізге үлкен рахмет. Рахмет. Енді әкеңіз туралы мынау келген мынау сапаларыңыз, ол кісінің абай жолына саяхат атты кітаптың құндылығы, оның өскелең ұрпаққа берер қандай тағылымды қасиеті, сол тұрғысында келіп жатқаныңыз, және шәкіртіңізге де осы дүниені зерттеу керек, білу керек. Алдағы үлкен кезеңдерде осы ойға сіңірген дүниені көлденең тартып, үлкен жүлделерден, үлкен кезеңдерден көрдім. Бұл да үлкен ұстаз үшін үлкен бір бақыт деп есептеймін. Сондықтан енді бір өлең оқимын. Әкем арналған өлеңім бар еді. Киелі шыңғыс жердің естіп сарынын, шыңдалып шықты талант менен дарынын, соғысты көріп, оқпен ұнатты кешсең де, абай мен мұхтар, шәкәрім болды барының. Тезіне салып, көрсете тағдыр қалыбын, өзгерген емес қалыптар жайлы барығын, ұлы абай жолын, абайдан сонымен жалғаған, сарықты едің, соңында қалған дәрінің. 90-ға қарай еңсер басқан қарымың, мұқалан емес қаламың болды қаруың, абайдан соңғы арыстай мұра қалдырып, көрсеттің тағы талантты күшті жалынан. Асқарым шыңын, әкешін болып көңілсіз. Ой сұрап қалған, орныңыз сүрең төзімсіз, артына тастап, аттандың мәңгі сапарға, жүрегім қаял, құласып жүрген өзіңсіз. Өрелі аяп, ойсыздар қолын сықылап, сыртыңнан бағып, сынауда көзің сықылап, қаламың келіп, тоқтаған жерде тұр қазір, жүргізу үшін рухыңнан берші күш қуат. Бойымда титтей шаның болса дарысын, дептілеп жиі айтушың ұрпақ қамшын, сіз барда кейде байқаусызда тап қалады, ата деп мені нұржанмен көрген арысын. Қалдырған мұған ғасырда талай жетерлік, қол қысқа әттең күнбің сыра етерлік, кезінде жай көп, бүгінде бар болып байған, ағайын бек көп, әншейін жүрген бекерлік. Татықта көрдім, өмірден біраз жоқ бәрін, көпшілік білем, демейді менде жоқтарын, рухымен қолда, ісімді оңға өйткелі, өзімнен қалған, бойымда жатыр, от жалын. Рахмет. Сізбен бірге бізде бір рухани күш алып жатырмыз. Құрметті Илья Кәменұлы, енді осы шағын сұхбатымызда мен көптеген осы Кәмен Оразалин туралы көптеген ақпарат алып отырмын, және өзіңіздің болашақ шағыңызда оқиғалар туралы бөлісіп отырсыз. Сол үшін көп рахмет. Бұл менің ғылыми жұмысыма қосқан үлкен үлесіңіз, үлкен арқау болып отырсыз деп айтсам болады. Алдағы уақытта болатын аймақтық сайыста жоғары дәрежеде жолымды қорғап шығамын деп үміттенемін, солай тырысамын. Енді батамен елге өрер демекші. Сол үшін сіздің жолыңызды берсін, Кәмен Оразалиннің жолын берсін деп бізден бата алмақшымыз. Жұлдызың жанып, жарқырап шықсын асқақтап, мерейің өссін болашақ жолға бастатпақ, амандық тіле, үлкендік бата бергенде, тынысың болып, іздетті кетсін жастықтап. Жолыңда бар кез, абыройдан өрбесін, намысың болсын, бөгетке жаттың көнбесін, құлабай атам, әрпақ қолдап басына, өмірдің барлық жақсылықтары төрбесін. Сәлеметсіз бе, құрметті Төлеген аға. Мен нөмірі 50-ші IT мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы Мақсатова Каусармын. Менің жетекшім, менің мұғалімім Жанат Мейрамғалиқызы. Сіздер бізбен сұхбаттасуға, кездесуге келісім бергеніңіз мен үшін үлкен қолдау, үлкен қуаныш. Сол үшін сізге көп алғыс айтамын. Қазірде менің жасап жатқан жобам ол Кәмен Оразалиннің шығармашылығы, яғни Абай елінің тарихи рухани жолы Кәмен Оразалиннің ізімен атты
мен ғылыми жоба қорғап жатырмын. Осы ғылыми жобамда сізбен кездесу мен үшін өте маңызды болды. Себебі сіз Камен Оразалиннің көзін көрген, ол кісінің рухани ізбасарларының бірісіз деп айтсам болады. Сізді өте қатты құрметтеймін. Сізбен кездесуді алдында ойлап жүргенмін. Сізге қояр және де бірнеше сұрақтарым бар. Оның бірі осы Камен Оразалин туралы ерекше есте қалған бір естелігіңізді айтып берсеңіз. Камен мұғалімнің біз баласы болып өскен балаларымыз. Менің ұстазым, оның ұстазым есім аты айтқанда емес, жалғыз менің емес. Ол анау әлемнің алтын жазушысы атанған Ролан Сейсенбаевтың ұстазы. Қазақ әдебиетіне үлкен қаламдар, қазақ тіліне үлкен үлес қосқан ең туған ағам Ерғали Имаевтың ұстазы. Аққуға үнін қосқан әйгілі әншіміз Жәнібек Кәрменовтің ұстазы. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тыныштықбек Әбдікәкімовтің ұстазы. Сонымен қатар біздің ұстазымыз. Біздің енді егер әдебиетке келіп азғандап бірдеме жазып жүрсек, соның барын қолтаңбасында менің ұстазым Камен Оразалин тұрады. Біздің қазақ тілі мен әдебиетін сабақ берген тұңғыш мұғаліміміз. Енді есте қалатын дүниеміз. Жалпы біз қазір әдебиетті оқымайды деген сөзді көп айтып жүр. Бірақ оқымайды емес, соны оқытылмай жүруіміз мүмкін мұғалімдер. Ал сол Камен мұғалім бізге абайды насихаттаудың үлкен жарқын үлгісі болды. Мысалы, мектеп бітірген баланың, сол көздегі Камен мұғалімнің кезінде, мектеп бітірген баланың әрқайсысы абай атасының 40 өлеңінен кем өлеңін білген. Осы сол мектеп бітірді деп есептемейді дейтін мұғалім. Ал енді есте қаларлық дүниесі ол кісінің сабақ беру дәстүрі бөлек болатын. Методика дейміз ғой, методика әдістемесі бөлек болатын. Мысалы, әуелі өзі бастайды. Біз жаздың ішінде болған деген өлеңді білесің ғой. Соны бастағанда әуелі өзі бастайды. Құдай-ау енді жаздың ішінден болды жатқа айтып жолдары жөнелгенде таң қаламыз бізге. Кішкентай кезімізде сонда бізде осы сияқты мына Абай атамыздың өлеңін осы кісінің дауысы сияқты, осы кісінің мәнері сияқты, осы кісінің өлеңді оқу машығы сияқты дүние жазсақ деп отырмыз. Кішкентай боламыз сонда. Ұмтылдыру ма ұмтылдыру, оқыту ма оқыту, үлгісі ма үлгі. Қандай дүние? Бізде ең дүние қызықтыру жоқ. Қазіргі енді артық айтсам кешірім, бірақ қазіргі кездегі жалпы оқыту саласындағы қызықтыру, бірнемеге қызыққысы бала оқымайды. Және мынандай заманда, мынандай интернет, мынау телефондар, осылардың бәрі жаулап, сөйтіп ең жасанды интеллект деген, осының барлығының базына келіп тұрған кезде, баланы ол расында да егер телефон қысып қопар жаста қайдан оқиды. Бірдемені оқытады. Біз Камен мұғалімнің біз тәрбиесін көрген адамдар, абайдан кейінгі Абай атамыз болмай қояйық, Абай атамызға жете алмаймыз да. Бірақ Абай атамыздың ақындық дәстүрін жалғастырған бірден бір адам Камен мұғалім. Біз сол кісінің арқасында ақындық дәстүрді Камен мұғалімнен алып естепет алып, бүгінгі күні біз Ақсұңқар ақындар сыныбын ашып отырмыз. Қазір менің шәкірттерім бүкіл республика танымал ақын жазушылар. Көрдіңіздер, сонда жаңағы сіздің сөзіңіздің өзі дұрыс. Ана ізімен, ол ұлықтың ізімен. Камен мұғалім сол ұлықтың ана жақтағы ізінен келіп, бізге жалғасып жатыр. Ұрпақтар сабақтастығы деген бір осы ойлаймын. Жауабыңыз үшін көп рахмет. Келесі сұрағым, Камен Оразалин шығармаларының құндылығы жайында қандай ойдасыз? Камен мұғалімнің шығармасының құндылығы деген ол алтынға пара-пар да. Алтыннан да артық шығар. Ол тұңғыш Мұхтар өз жөнінде анандай трилогия жазу, ол оңай шөк емес. Абай жөнінде Мұхтар Әуезов, өзінің ұстазы Мұхтар Әуезов трилогия жазды ғой. Одан кейін енді сол Мұхтар жөніндегі трилогияны жазып отырған Камен Оразалин қандай құндылық болады? Мұхтар Әуезов әйтпесе, Камен мұғалім болмаса, қазір бәрі де айтады, Әзілхан Нұршайықов та, Зейнолла Қабдолов та, бүкіл қазақтың маңдайына біткен академик ғұламалардың барлығы айтады. Егер Камен болмаса,
Мұхтар әуезов сол абай атасымен ғана қалып қойды. Ал Мұхтардың да абай атаң бір бөлек. Ал енді Мұхтар соны жазып жүрген, Мұхтардың да өмірі деген тақсіретке толы өмір. Оның қиям ескені кешегі алашқы қозғалысының кезіндегі, оның кейінгі дүниелердегі артынан із түсіп, жалғыз жүріп, сөйтіп жүрген Мұхтар әуезовтің ғұмыры да тақтайға тегіс біз ойлағандай емес қой. Соның барлығын хатқа түсіріп, роман жазып, оны бізге тастап кетті. Қазір енді абайдан соңғы Мұхтар әуезов болатын болса, сол Мұхтар әуезовтен Мұхтар әуезовті жарыққа шығарып кеткен, және біздің ұрпақтарға қазақ ұлтына үлкен мұра қалдырған адам деп есептеймін. Шіркін-ай, мемлекеттік сыйлықты сол кісіге қимадық біз. Мемлекеттік сыйлық баяғыда сол кісі алатын еді ғой. Бірақ өзі ол кісіні қызыққан жоқ. Ол кісіні қызықпайды. Барша бәрімізді де іштен қызықтырмады ол кісі. Әдебиетке адал болсаң болды деді ол кісі. Ал енді әдебиетке адал болу деген сөз, сол дүниелерді бермесе бермей ақ қояды, бірақ беріп жатқанда артық болмас еді. Мемлекеттік сыйлық алатын келген кездің өзінде соны енді көрерменшілік болды ма, толықтан қалушылар ма, әйтеуір қағып қалды. Бірақ мен өзім ол кісіні ондай етіп кеткен жоқпын, балаларына да ондай еткен жоқ. Бірақ менің өзім көкейімдегі, жүрегімдегі, шәкірттің жүрегімдегі дүние, шіркін-ай, осы Кәмен мұғалімге мемлекеттік сыйлық неге берілмей қалды? Ал Медеу Сәрсеке атақты керемет Семейдің трагедиясы жазған адам, соған мемлекеттік сыйлық неге берілмей қалды деп, әлі күнге дейін өзім жүрегіммен, олар сұраған жоқ, жүрегіммен қынжылатын өкінетін біраз. Көп рахмет. Енді соңғы сұрағым, осы Кәмен Оразалиннің шығармалары деп айтып отырмыз ғой, соның арасындағы Абай ауылына саяхат кітабы туралы айтып өтсеңіз. Абай ауылына саяхат кітабы ол кісінің ертеректе жазылған кітабы, және сол кезде керек кезінде шықты осы. Өйткені қазір жол жазба деп жүрміз ғой. Абайдың жерінің тұнып тұрған тарих, тұнып тұрған ұлылыққа толы жер екенін білеміз, ол қасиетті жер екенін білеміз. Бірақ оның Абайдың жүріп өткен жолы, ол қай жерде туды, ол қай жерде өмір сүрді, соның барлығын тақтай кеткен. Сонау Шағалдан бастап Семейден шыға бере, асыл Шыңғыстауға келгенге дейінгі дүниенің барлығын көз алдына кетіріп отыр. Негізі ол жол жазба деп жүреді, олай емес, ол сапарлама. Білмейтін адамға, басқа жақтан біз білуіміз мүмкін. Семей өңірінің азаматшылар, оқушылар сенден білулері мүмкін. Енді келіп жүрсіңдер, кетіп жүрсіңдер бізде. Ал басқа жақ білмейді ғой. Сонда ол кісінің жаңағы Абай ауылына саяхатты ол кісі өзі жақсы көрді сол кітабын. Ана романдардың барлығы кесек дүниелер бола тұра, ана Абай ауылына саяхат кітабын өзі қатты құрметтеді. Өзінің өзі ана творчестволық шырқау үшін емес, өзінің бір халық үшін, ұрпақ үшін жасатып кеткен кәдесіне жарайтын дүниені жазып кеткен рахаттан үшін. Өзі кішкентай ғана кітап. Сол кішкентай ғана кітаптан қанша мағлұмат аласыздар мысалы. Сіздер оқушысыздар қазір. Бір ғана күшік қойдың басының бір. Анау ең үлкен мәніңіз бар. Жан жақтағы барлық жолда жүріп келе жатқан дүниенің барлығын көз алдына келтіріп. Сонда Кәмен мұғалім мына жазып отырғаннан кейін, Абай атамыздың ұлылардың туған жері осындай екен деген көз алдына соның барлығын картинасы келтіреді. Оның құндылығы да, оның қымбаттылығы да сонда. Қазір Абай ауылына саяхат кітабы жыл сайын емес, бір 3-4 жыл аралатып шығып тұр ғой деймін. Шығып тұрса, шықпаса, негізі жаңартып, оған қосып керек жоқ. Ал енді өкініш көрейік, сол Кәмен мұғалімнің дүниелерін ептеп Абай ауылына саяхат деген кітабындағы бар дүниелерді ептеп пайдаланып кететін адамдар да бар. Ол емес, ол кісі пайдаланатын нәрсе емес, ол Кәмен мұғалім жазып кеткен Абай ауылына саяхат, ол Кәмен мұғалімнің төл туындысы, және ол біздің халықтың бет-пердесі деп ойлаймын. Және Абай жолын оқу кезде жоғары сыныптан оқушылар оқытқан кезде, кейін кезде мен жобаны қорғау үшін қайтадан кітаптарды қопарамыз, қараймыз ғой. Сонда оқушыға және сіз айтқан сияқты нағыз сапарлама екен. Ана шығармадағы түсіндіріп жатқан кезде мына жерде рухани карта тұр. Сол рухани картаның құндылығын және біз енді қазіргі заманауи негізде қысқа жолмен картасын құрып, Абай жолындағы тарихи оқиғаларын сәйкестендірсе, біз енді осыны Абайдың тойының қарсаңында, 180 жылдың қарсаңында аудан әкімшілігінің азаматтық ұйымдастыруымен сондай жол сапар жасадық. Бәріміз де жаздық. Осында қала ұстайтын адамдардың бәрі де жазған. Bir ғанаға жетпейміз енді. Бірақ енді үлгі. Бізге анасының жаңағы жазған дүние. Біз одан аттап кетпейміз. Бірақ кішкене қой болады. Енді ол кісі
оның қойылатын, сол кезде де қойылату керек, онда роман болып кетеді, ол балалардың оқығанына да ол келмейді. А бізге кішкене қойылату керек болды, жан жақтаған шыңғыстың ішіндегі тау тас, сол жағы елді мекендер осыларын жазу керек болатын да, қазір одан жол жазба, қазір келген қонаққа Кәрмен мұғалімнің жаңағы Абай ауылына саяхатымен қосқа, анау бүкіл Абайдың тарихын көрсететін дүниені қоса беріп жүрміз қазір. Енді осы сұхбатым шағын болса да, менің білген нәрсем өте көп, сізден алар мәліметтерім де өте көп. Сол үшін сізге тағы да алғыс айтамын. Сізбен сұхбаттасып, жүздесу, кездесу мен үшін үлкен құрмет, абырой. Мен осымен біз үшін үлкен мақтаныш. Әрі қарай да мен басқаларға сізбен кездесуде мақтана аламын. Мен үшін алып тұлғасыз. Және де енді бұл менің осы ғылыми жоба қорғаудағы алғашқы қадамдарымның бірі. Осы Кәрмен Оразалинді көзі көрген адамдармен кездесу, сіздердің ауыздарыңыздан оқыту туралы көп жерде айтылмайтын ақпараттарды білу менің бұл алғашқы қадамым. Сол үшін кішкене қобалжу бар. Әрі қарай сізге зор денсаулық тілеймін, амандық тілеймін, ұзақ ғұмыр тілеймін. Сізге көп рахмет келгеніңіз үшін. Өзіңізге көп рахмет. Біздің мұғалімімізді жоқтаушылардың бірі болып, оның шығармашылығына ден қойып, содан ғылыми жоба қорғап, көп байқауларға қатысамын деген ниет, ықылас талабына нұржаусын айналайын. Абай атамыздың, ұлылардың жерінің, бабаларымыздың, Абай бабам бастатқан барлық Абай, Шәкір, Мұхтар, Кәмен, Шәкір, Көкбай бабаларымыздың әруағы сендерді жебеп кете берсін. Қайда жүрсеңдер аман сау болыңдар. Бірлік ырыс алды тірлік дейді. Бірлік ол қай елде болады, қай тше тату болады білмейді. Қазақтар ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын, құрмай мал іздеп не керек? Сонда құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсың. Ені басқа, күні басқа, атасы басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын, алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсім, не ажарым, не өкпесін болдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де жоқ. Итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, қолдаған кісі өлімге жау болып, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниедегі әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олай емес. Көкірегін көңілін тірі болса, соны айтады. Көкірегін өзін тірі болсаң да, көкірегін өлі болса, ақыл табуға сөзі қалмайсың. Ерінбей жүріп, мал табуға жігер қаламайсың. Кеселді жалқау қылжақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртын пысық ішін ас, атын ойлап ұялмас болып жүріп түрмін деме. Одан да Алла жіберген ақ бұйрықтың өзі ақ. Білуге 5 нәрседен асық бол, 5 нәрседен ғашық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмір алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, емшек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек телең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іске көнсеңіз, жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тесаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене балалыққа есаңыз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөйлесеңіз, ғылымда өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Жасы шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай, қайыршы сал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сақсиды салып ен, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жамайды жыртық ен. Қастырына қатар қынып қайтса бермен, астында ашып жүр ол бір келген, қай ауылды көрсен де жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді селі кермен. Бастығы жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскігі қаяз бен қар, кәрі құда қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бүркін киген ұқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды.
Болттай қасы жауап екі көзен, басын сілкісе қар жауап мазаң далды. Бұғадай бұқшар кетіп долдан қанда, алты қанат ақында үй шайқалды. 39 жылы әскерге шақырғаннан кейін мен енді жалпы үздік мектепте бітірдім. Осы Семейде оқыдым дейді. Содан кейін бітіргеннен кейін үздік бітіріп шықтық. Содан кейін 5 айдай Құндызды ауылына бардым, өзімнің туған жеріме барып, ауылға сауатсыздарды жою, соларға біраз ағартушылықпен жұмыс жасау бағытында барып, сабақ беріп, мұғалімдерге солай еңбек еттім дейді. Сөйтіп тұрғанда сол күзінде мені әскерге шақырды, сол әскер қатарына алып, сол неге әскерге аттандық дейді. Сол 39 жылдан бастап, мені 40-41 жылы, сол 2,5-3 жылда енді, жылымен айтқанда солай дейміз ғой. Соның болып, ана-мынан бәрінен өттік, отанды қорғау мәселесі, анау соғыс болып өткен жаңа Қасан көлін көріп қайту, Фин соғысының жаңағы қиыншылығын көріп қайту, соның барлығын бастан өткеріп, содан қайтамыз деп тұрған уақытта, сол үлкен соғыс басталып, соған киліктік дейді. Енді ол кезде мен енді мынау сержант деген атағым бар, полковой школы оқып шыққан Ишим қаласынан дейді. Сонымен енді кіші командир болып әскерге аттандық дейді. Әсіресе мен енді есіме түсетін дейді, сол 21 қазан күні мынау немістердің үлкен шабуылы басталды дейді. Бізде шабуыл деген, бізде ура деген ол жоқ дейді. Біз 2 метрлік тереңдігі сондай окоп қазамыз. Танкілер өтпеу керек, жаудың ана тигр танкілері дейді. Сонымен қол астында 87 адам бар еді дейді, менің солдаттарым дейді, маған бекітілген дейді. Сол немістің самолеттері жаңағы мистер Шмидттері дейді, не бір зеңбіректермен атқылағанда, анау ысқырып келе жатқан, аспаннан түсіп келе жатқан снарядтар, бүкіл жердің дүниені бір астан кестен қопарып жатқан уақыт, кімдігі мекені белгісіз, түтінмен анау неше түрлі жаңағы оттың арасында жүрген дүние дейді. Сол жаңағы самолеттердің бәрі өтіп кеткенден кейін маған хабаршым келді дейді, енді байынан шықтым дейді. Сол командир біздің қатарымыздан 7 адам өліп кетіпті деп. Сөйтсе, енді ешбір оқта тимеген, не де тимеген, енді жан-жаққа түсіп жатыр ғой. Сөйтсек, жүрегі жарылып, анандай дүниеден, құлағынан, танауынан қанағып, сол бір өзінің қолында кереметте қару емес дейді, 5 атар мылтық қана дейді, шиті мылтық. Онымен өрмелеп, ана жер бауырлап жүрсеңіз, бір тас кіріп кетсе атылмай қалады. Ең сорлысы сол дейді. Сонымен 7 адамымыз өліп қапты дейді, соны хабар берді дейді, мен осылай болды деп дейді. Мен сондай ең бірінші басталғандағы маған суық хабардың бірінші келгеніне сол кезде бірінші білдім дейді. Мен бәріне жауап бердім, мен дейді. Сонымен соғысқа қатыстық, келіп маған тілшілер арнайы келді дейді. Ол кезде әскери нелер дейді, окопқа келіп тұрып, отанды қорғайсыз ба, шегініс болмай ма, мынау үлкен не келе жатыр. Сондықтан партияға өтесіз деген сияқты сондай не. 3 сұрақ қойды, 3-еуіне де жауап бердім дейді. Отанымды қорғаймын, өлсем осы окопым болады. Мен сол отаныма антымды бердім деп дейді. Болды, партияға өттіңіз дейді. Мені солай мен жаңағы ВКП-ның партиясында сол кезде сол кезде қабылдандым дейді. Енді сонымен қойса, сол жерде маған біраз не алды дейді, қандай ерлік айтасыз? Мынадай дүние келе жатыр. Сондықтан қандай? Мына әскерлеріңіздің мына ержүректі қандай? Мынадай жағдай болып жатыр деген уақытта сол қасыққанымыз қалғанша сол мына неміс басқыншылармен қарсы соғысқа қарсы тұратын боламыз деп дейді. Сондай сөз айттым. Және Семейдің өзімнің туып өскен жерім Семей туралы да соларға да біраз жастарына, комсомолдарына үндеу жасадым дейді. Сол үндеудің барлығы сол 21 қазан күні наступление жаңағы керемет үлкен
жаңа шабуыл басталған уақытта мен басымнан жараланыппын, білмеймін дейді. Сөйтсем 21 күні мен сол жаңағындай ант бергем, сол 21 күні басымнан жараланғам. Сөйтсем 23 күні Правда газетінде мына действующий армия кіші командир Оразаль менің жаңа жеңіс үшін деген менің кішкене ғана үндеуім сол шығыпты. Ол кейіннен маған әскери нелесі әкеп берді дейді. Екінші 2,5 айдай сол жаңағы емдеп шыққаннан кейін қайттан қатарға келіп 42 жылы тағы да соғысқа аттандым екінші рет дейді. Сонда енді Құдай басқа салмасын дейді. Соғыс дегеннің өзі бұл ана батырымыз, ерлікпіз деген өз алдына әрине адам болып, пенде болғаннан кейін қорқыныш бірге жүреді екен деді. Естіпсіз бе? Ол бірге жүреді дейді. Бірақ өзіңнің қол астындағыларға, өзіңнің пенделік дүниеңді ешбір білдіруге болмайды деген ұғым бізде солай қалыптасты дейді. Сол уақытта міне енді тағы келе жатыр деген уақытта біз окоптамыз дейді. Біз ана жауды қуу деген жоқ дейді. Ол 40-40 нағыз жаудың төніп келе жатқан уақыты дейді. 4 түлік сай қаруына нетіп алған. Сонымен дайындалып жатырмыз дейді. Сол окоптың ішінде біздікі тіршілігіміз окоптың ішінде дейді. Байланыс ана мына үзіліп баса соны жөн дейді. Айтып қойшы. Сөйтіп жатқан уақытта мені дауыс шығып айғайлап тұр екен дейді. Полк командирі сізді шақырады телефонға деп дейді. Байланысшы. Содан кейін апыл-ғұпыл жүреміз, енді қай дайындалып жатырмыз, қолымызда немер кереметтей қаруымыз да жоқ дейді. Той тарыс беретін дейді. Тек қана біз терең қазу, тірі өткен адамға сосын ату. Танкілер енді оған нетеміз. Тек қолымызда ішінде май құйылған қазіргі мынау жаңа керемет граната дейміз ғой, граната емес дейді. Бізге сондай бір смес арасына қоспа. Кейде лақтырсаң атылады, кейде атылмай май бауға батады дейді. Атылмай қалады дейді. Сондай бір дүние сөйтіп жатқан уақытта маған телефонға шақырады деген уақытта қарап қалдым дейді. Сол мына окоп бір 10 метр ғана тұрған жер дейді. Сол екі ортаға бомба түскен болатын дейді. Сол бомбаны толып топырақ шала толып қапты дейді. Содан кейін енді естимін, бір тоқтап қалған сияқты болдым дейді. Тоқтап, содан кейін анау сәл үзілістен еткенде маған айтып қалды дейді. Командир жолдас, сіз қорқып тұрсыз ба деген дейді. Ол қорқып тұру деген өліммен тең дейді. Сол тұра жүгірдім дейді, анан үстінен өт. Содан кейін мен білмеймесім дейді. Қарасам, жылап еңіреген, қақсыған, айғайлаған, шулаған, бір қайғайдақ шөп салам, бір жаман бір ненің ішіне кіргізіп тастаған дейді. Сол жерде бір емдеген болып жүрер дейді. Мен қарасам тура сол жерде екі аяқпен астынан іліп қойғам. Мен білмейді екен дейді. Сол мен аяғымды бұрап жатыр екен дейді. 5-6 адам келген, қарасам дейді, оянып кеттім дейді. Енді 23-тегі ғана жігіттім дейді, 22-23-тегі. Содан кейін айтып жатыр дейді, бір-біріне ақылдасып. Мұнан аяғын қиып тастау керек, керек жоқ, жарамайды. Деп тұр дейді, енді жас жігіттім дейді. Содан талқысып кетіппін. Қайтадан бір әректе қайттан бұрап атқан уақытта соны айтыппын дейді, есімді жиып. Ана аяғымды қимасаңыздар, мүмкін болса деп сөйттім дейді. Содан кейін білмеймін дейді. Өзім соны айтып тұрып, қыстық тағы деп. Екі аяқтан алып тұрған енді ол деген жаныңды қазір ең аяқ тырнақтың астына ене жіберсе өліп кететін адам, анау деген сұмдық қой дейді. Содан кейін білмеймін дейді. Енді бір аяқ қай уақыт есім жиған білмеймін, қарасам, ана бағанағы Кавказ пішіндес жаңағы сол хирург дейді тұрған дейді. Қасындағы адамдар біраз кетіп қапты дейді. Бір ғана медсестра ма сол тұр екен дейді. Сол жаңағы мен аяғымды көріп енді тартып жатыр екен дейді. Бірдеме былай қолмен бүйтіп дейді. Содан кейін оянып еттім дейді, есім жиып. Сол кезде маған тұрып айтты дейді. Ана ауырама. Соң мен тұрып айттым дейді, аяғымды қимаңызшы деп тағы да айтыппын дейді. Сонда айтты дейді. Мен осыған күшім салмағанда мен нем қалды деп дейді. Сөйтсе, өз Украинада тұратын, бүкіл әкем неге өлген, шешем өлген, балам да түгел түк жоқ, мен өзімнен басқа кім бар деп айтты. Мен қолымнан келген баямайым деп айтты. Сол кезде білмеймін одан кейін дейді. Сөйткен дүние қарасам қолағаштай бірдемені іліп қойған, аяғымды гипстеп тастаған, екі аяқтан бүкіл дүниенің барлығы дейді. Жан жақтың бір айғайлаған, оның бәріне шыдайсыз ба, шыдамасаңыз да сол дейді.
енді басқа апаратын жер жоқ дейді, дала несінде дейді. Міне осындай болып, содан кейіннен мені әскерден енді жаудан соғыс даласына мені алып шығу керек қой дейді. Сонда алып шыққан уақытта дейді, мені көтеріп носилкамен алып келді дейді. Алып келіп, сол уақытта самолет ұшып кетіп дейді. Ана әкелген екі жігіт дейді, медбраттар дейді сол. Солар жылап еңгеріп отыра кетті дейді. Аналар да жылап жүр дейді. Отыра кетті дейді, өлдік қой енді, өлдік қой деп. Сөйтіп тұрған уақытта хабаршы келді дейді, айтты, тағы бір самолет келуі мүмкін. Тағы бір самолет деп. Сон бір уақытта келіп тағы бір самолет келді. Кішкентай самолет деп нені. Соны келіп алып атқан уақытта самолетке бізді әкеп салып атқан уақытта ана жақта бір хабаршы неге летчиктерге келіп айтып жатыр дейді. Ана жаңағы алдында ұшып кеткен самолетті атып түсіріп деді дейді. Егер ана жаңа жылап еңгеріп отырғандар үлгеріп нетсе, ол бітті ғой. Содан кейін екінші сонда сөйтіп мен осылай аман қалдық қой деп. Мен осындай бір дүние бар. Мен жаңа балаларға жақындау болсын, ұлықты көрдім. Ғажайып жігерді көрдім. Ғажайып еңбекшілдікті көрдім. Және ерекше қарапайымдылықты көрдім. Мен мынаумын, анаумын демейді. Ұстаз болып сабақ беріп келеді. Үйге келе салысымен жаман-жұман киімдерін киеді, малымен алысады, оның астын тазалайды, өріске апарады. Мен осындай. Және бізді соған тәрбиеледі. Біз де еңбекшілдікке тәрбиеленіп, біз де солай өстік. Енді қазірде мына музейде, Камен Оразалин музейін бұрынғы сол әкеміздің өзі салып, 50-ші салып, міне 2008 жылға шейін тұрған үйі қазір мемлекеттік, мына Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік музейінің бөлімі болып, сонда қазір біз мемлекеттік музей болып жұмыс істеп жатырмыз. Енді оның алдында Абай ауданының мәдениет бөлімі басшысы болып қызмет жасаған, мемлекеттік қызметте 20 жыл салаларда әкімшілік саласында да. Бірақ музей ашылады деген уақытта маған аудан әкімі де сол кезде ұсыныс айтты. Оған енді біреуді қоя тұрсаңыз, сіз мәдениеттесіз ғой, елдің мәдениеті, соған енді сіз арғай жұмысыңыз істей берсеңіз. Содан пенсияға шыққаннан кейін сол жаққа қарай барасыз ғой деп. Содан кейін мен тұрып, әрине, тақ деген жақсы, мынау үлкен әрине, бірақ одан да жоғары әке бар ғой. Сондықтан баруым керек деп, мен солай шешіп, аудан басшыларына бәріне алғысым шексіз, жібермеді. 2 бөлім қосылғалы тұрған, ішкі саясат, мәдениет тілдерді дамыту деген. Соны да 6 ай ұстап тұрды ғой. Және аудан басшысы звондап айтты, не істейміз? Сөйтсек, мынадай қанша ауданның мына контингент аз болса да, ана 3 алып Абай, Шәкәрім, Мұхтар. Әр бағын абас, шынында да аудан қып тұрған сол ғой. Сондықтан мүмкіндігіміз бар, бір қоспауға да болады деген, сонда бір күшті бір нені айтты. Мен айттым, мен осы шешім осылай болды, мен енді деп, сонымен мен музейде қазір жұмыс істеп жатырмын. Ол да әкемізден алған сол жігер. Әйтпесе мен анандай көп айтады, анандай билікте тұрып, мына жаққа қалай кетіп қалдыңыз деген сияқты. Сол әкеміздің де сол адалдығы, сол еңбекшілдігі, мынау жігерлігі, соның барлығы бойымда бар деп өзім ойлаймын. Бір өлеңім бар еді менің. Татып та көрдім, өмірдің біраз шоқтамын. Көпшілік білем, демейді менде жоқтарын, рухымен қолда ісімді оңға өйткені, өзіңнен қалған бойымда жатыр от жалынды. Міне осы сіздерді шақырып. Көп рахмет. Енді осы Камен Оразалин өзің жексен әңгімесі жазған кездерінде сізде қазақ әскерлері, қазақ жауынгерлері туралы сұрақ туындаған кездері болды ма? Жексен әңгімесі және де қазақ жауынгерлерінің бейнесі туралы. Жалпы әкеміз осы мына өз геройларында, кітаптарында жазылған. Соның барлығында анау жақсы еді, мынау жақсы деген жоқ. Тең ұғымды айтты. Бір айтқаны бар. Біз енді қазақ жалпы қанымызға біткен ерлік пен қайсарлық, ол біздің табиғатымыздан, анау ата-бабамыздан келе жатқан дүние дейді. Бірақ мен бір нәрсені көрдім дейді. Сол жаңа окоптан неден шықпауымыз керек, біз тек қана тірі адамды жібермеуіміз керек, бізде солай ғана болып тұрды дейді. Сонда жаңағы қолына байлаған бір орыс, анау келе жатқан тигр, танкі
айналып тұрып алады дейді. Қандай не дейді. Анан айналған кезде ана астында жатқан аны езіп ана өлтіру керек олар не істейді. Содан жүріп кетеді. Атпайды дейді. Анау оқты бет алып жібермейді. Ол просто ойнап мазақ қылып арғай жүріп кетеді. Сонда сөйтіп жатқан уақытта ана тағы біреу келе жатқан дейді. Сол жаңағы анау кетіп қалды. Содан тағы біреу кеткенде бір орыстың азаматын айтады. Енді осы жерде айту керек. Сонда орыстың азаматы мен не бердім дейді. Жат, шықпа, тұр, қазір келе жатыр. Оған жалаң қолмен еме. Сөйтсем жаңағы несі бар екен дейді. Сөйтіп берсем, ол мені неге тыңдамайды деп, мен беріп тұрмын, тоқта, окоптан шықпа. Сөйтсем бір қол жоқ екен дейді. Қан шапшы батыр, ана кетіп сол танкімен бірге өлді. Мен көз алдымда соны көрдім дейді. Мені ерлік, бұл адамға, бұл ана қиын сәттер келген уақытта қорқыныш деген адыра қалады екен. Мені адамның өзі ерлікті қалай жасаған білмей қалады екен. Мені қараңызшы, анау ерлік па? Ерлік. Сол өз көзімен өзімнің жауынгерім, өзімнің досым, өзіммен жаңа қандас дос. Мен осындай соны көрдім. Ал енді біздің бойымызда менің де төзген, әйтпесе екінші бұл уақыттың өзі солай дейді. Болдың ба? Қайтадан жарап тұрсың. Соғысқаттан. Болды. Соның барлығына енді әкелердің де осал болған жоқ деп бізді күлдіріп айтатын себеп сол. Мені өткенде музейде көрдіңіздер. Музейде мынау темір махорка салатын бір несі бар болатын. Соны енді айта кетейін. Сонда оқ тиген, сонда айтатын, мынау оқ тиген, егер бұл болмаса, мынау жаңа темір, онда мен де болмаушы едім, сендер де болмаушы едім деп бізге балалар бізге айтатын. Ол бір күні енді бұл қызық өмір болғаннан кейін сол үйде жүреміз. Ана ол кісінің келіні менің жолдасым екеуміз енді үйде ағартатыны бар, көмектесіп шкабы бар, анамасын етіп атамыз ғой. Ол кезде үй енді. Сөйтіп атқан уақытта қағаздарды, газеттерді анан бәрін шығарып, кабинетте де бір жөндеп сөйтіп атқан уақытта сол жаңағы алған дүниелер, сейфтің ішін алып жасап атқан дүниелердің бәрі сол анау жаңағы патсиға бір жерде қалып қойыпты. Қағаздарын аласын. Оны біз білмейміз. Қайттан жинаған уақытта жинап қайттан салсақ, сол жоқ. Содан кейін 9 майда міндетті түрде әкей алып келіп отыратын, немерелерін, біздің балаларды бәрін отырғызып қойып, өзі айтып отыратын. Жылда сондай үлкен. Сонымен енді не істейміз? Жолдасым екеуміз есім шықты. Табыңдар, ол болмайды. Ол деген менің қаныммен егер дәл сол болмаса, болмаушы еді. Сендер бір жерге қойдыңдар, мұтып қалдыңдар енді. Бір жерден қараңдар деп. Арыздеп, беріздеп, еріксіз мен осы мына Семейге келдім. Базарға келіп, анау неше түрлі сатын барақ үкімет бірдеме. Сондай келіп, соған ұқсас бірдеме әйтеуір таптым. Тауып барып, келіп үйге келіп, қуанып келген болып, сондай имитациямен келіп, мені таптым, әкелдім деп, бейтіп қойғанымша болған жоқ, түріне қарап жүрдім. Мен кемес деді. Мен білмейді дейсіңдер ме? Ғұмыр бойы өзіммен жанымда жүрген серігім болған. Деп. Мен білмейді дейсіңдер ме деп. Содан кейін сол жерде тағын дөмей қалдық. Сөйтіп тұрған уақытта кейіне бір күні жинап жүрсек, ана ненің бәрі шыға кетті. Сол күні біздің үйде ғажайып той болды. Әкеміздің қуанғаны, ой, балаша қуанғанын көрсеңіз, ол деген қимас дүние. Қимас дүние. Бүгін мына сіздер мектептеріңізде IT, солай ма? Иә, бұны көріп отырсыздар. Енді әлемде дүние болып жатқан мына саяси жағдайды байқап отырсыздар. Ондағы ақпараттардан өздеріңіз естіп отырсыздар. Пәленбай тонналық, пәленбай анау мыңдаған қару кезіндегі анау неме деуші еді? Соғысты үшін еді? Қазақшасы. Сол уақыт холодный война, сол кезде. Сонда жарыс жасап, бір-бірімен бізден біз озамыз деген уақыттарда жасалған дүниелердің барлығы, мені өздеріңіз көріп отырсыздар, мына Қарабақта болған дүниеде, Түркия мен Әзербайжан ортасында дүниелерде, түкке алғысыз болып, ананың бәрі үлкен қолғаштай темірлердің далада қалды. Мені сол уақытта, мені баяғыдағы мынау фантастикалық дүние деген, ана жаңа дрондарымыз. Мені қазір балалар ойнаймыз ғой. Интернетте отырып ойнайды деген. Сол дүниелердің барлығы іске асып, сол дүниемен басқарып, міне дүниені дүр сілкіндіріп, бүкіл соғыс тәртібін бағытын басқа жаққа бұрды. Міне қараңыздар. Бұл да білімнің, бұл да адамның бойындағы үлкен бір қабілеттің,
керемет бір ерекшеліктің арқасында. Міне Қазақпараттан қай күні қарасаң жаңалықтарды кейде айтып жатады. Сонда айтады, мынау интернеттен мықты білетін кадрлар дайындау, оларды бүгінгі заманауи дүниені бойына сіңіру, сол арқылы болашақ өзіміздің мынау жаңа техниканы меңгеру. Қазақстанның міне президентіміз де сол айтып кетті. Қарулы күштеріне де біраз үлкен мән беріліп жатыр. Өйткені ол ақыл мен дүниемен шешу өз алдына. Кейде бұл дүниеге, бұл да керек дүниені өткенде соны айтып жатыр. Бұл да керек нәрсе. Әрине, бұл енді қазір қарап отырсақ, президентіміз 7 тілді біледі, бер жағын айтқанда. Ол кісінің үлкен ғұламалығының арқасында мұны әлемдік ұлы держава, Америка, мынау тұрған іргеміздегі Қытай, солардың президенттермен тікелей сөйлесу арқылы қанша айтқанмен мына адами фактор дейді ғой, жақындасу, мынау жауласудан көру, сәл бір-біріне деген сыйластық құрмет басталатын осыдан деп есептеймін. Сондықтан бүгін таңда білім ол міндетті түрде қажет. Мұны өскелең ұрпаққа айтып отырмыз. Әрине, ол жай ғана білім өз алдына, ержүректілік, отан сүйгіштік керек. Міндетті түрде мынау тарихтан білу керек. Сол арқылы бойымызға сіңіру арқылы білімді қамти отырсақ, бұл міне бүгінгі заман талабына сай мықты азамат болып өсеміз деп есептеймін. Сондықтан тілегім осы. Сізбен Абайдағы музей үйіне барған кезде Кәмен Оразалин туралы өте көптеген ақпараттар айттыңыз. Енді сізден сол кездегі батаңызды қайтадан қабылдап қойып. Бата сұрап тұр. Мен өткенде Кәусар оқушымызға айтып едік, батамызды беріп едім. Енді мына жерде бүкіл оқушылар отырғаннан кейін енді басқаша айтайын. Сол дұрыс шығар, өмір барда, адам барда арман бар. Арманға да барар жолды таңдаңдар. Абай атам бәрлеріңе дем беріп, жақсылықпен көкке өрлеп самғаңдар. Әумин. Кәмен аға, бұл енді көп адамдар айтады. Осы ауылда отырып, осындай ірі кереметтей романдар, шығармалар жазған қалай ол? Анау әдеби ортадан алыста ауылда жатып деп. Бір кезде 50-ші жылы жексен повесть шыққаннан кейін бұл кісі сол соғыс тақырыбына Шыңғыстауда жатып Кәмен Оразалин жазды. Курляндия деген романды оқыдыңдар ма, оқымадыңдар ма білмеймін. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің. Сол кісі жазды, жазушы. Сол 2 шығарма ең бірінші басталған болатын осы отан соғысы тақырыбына. Сонда мына жазушылар, ғалымдар, Қабдоловтар екеуін керемет бағалаған. Мынау тың дүниеге, тың тақырыпқа алғашқы түрен салған осы Оразалин мен жаңағы Әбдіжәміл Нұрпейісов деп. Міне осындай үлкен дәрежеге жеткен бірінші повестінің өзімен. Содан кейін Мұхтар Әуезов бұл кісіні өте жақсы көрген, Мұхтар Әуезовке көп көмекші болған бұл кісі. Әуезов деген енді ол білесіңдер, ол кісіні түсіндіріп жатудың қажеті жоқ. Содан кейін бұл кісі айтады ғой, Мұхтар Омарханұлы, мен Алматыға келейін, Қарауылда қалмайын Абайда. Сонда көшіп барайын, жазушылардың бәрі сонда. Әдеби орта бар. Мен сол жерге барып, жазуымды, шығармашылығымды жалғастырайын дегенде Әуезов айтқан дейді. Ол болған, шын айтылған нәрсе. Кәмен, сен мені тыңдасаң, сен ауылдан кетпе. Ауыл деген тұнып тұрған тарих, тұнып тұрған байлық қой. Бәрі тарихтың да, жердің де, адамдардың да оқиғалар, тарихи дүниенің бәрі сол жерде сайрап тұр. Сен сол туралы жаз. Егер қиналып бара жатсаң, жаныңда Абай жатыр емес пе дейді. Абайдың басына бардыңдар, Абай сол жерде жерленген. Көрдіңіз бе, керең, терең сөз айтқан ғой Әуезов. Міне сол Әуезовтың ұстазының бір ауыз сөзін бұл кісі тастамай Абайда қалған. Сол Абайда отырып, Кәмен аға қанша дүниелер жазды. Жаңағы 50-ші жыл жексеннен бастап, одан кейін көктем салқынын жазды, Ақжазықты жазды. Кейіннен мынау 4 кітаптан тұратын жаңағы Абайдан соң деген тетралогия жазды. Кейіннен Абайдан соңғы арыстар деген трилогия жазды. Қаншама Абай ауылына саяхатты көп кітаптар жазды, білесіздер.
міне осының бәрін сол ауданда отырып жазды. Туған жерден ажырамаған тұлға деп мен әлгі толғаныс жазатыным осы. Ал енді осындай жазушылар жоқ па? Орыстарда мысалы Михаил Шолоховты алыңыз. Анау атақты Тынылдонды жазды. Көп шығармалар жазды. Шолоховтың бір ғана анау адам тағдыры, судьба человека оқыған шығарсыздар. Қандай керемет жазылған дүние Соколов. Міне осындай дүниелерді ауылда жатып жазған Лев Толстойды алыңыз. Сияқты біздің Кәмен ағамызды ауылда отырып керемет дүниелер жазған атақты Қазақстанның белді көрнекті жазушысы болып саналды. Міне осы кісінің бүгін енді кездесуін жақсы ұйымдастырып отырсыңдар. Ол кісі әрі майдангер жазушы, әрі мінекей 15 күні бұл кісінің атында аймақтық 3-ші Кәмен оқулары болады. Бұйыртса барасыздар, қатысасыздар. Біз де барамыз. Мына кісі енді Кәмен ағаның ұлы Елдар, бұл кісі де жазушы, ақын, сазгер, және музейдің қазіргі шырақшысы, сол жерде меңгерушісі болып отыр. Міне осындай кездесу жасап жатсыздар. Енді бізде бала болдық. Бала күнімізде ол кезден де біздің өскен кезімізде сіздерге айтсақ қазір енді ертек сияқты. Ол кезде телевизор деген болмайды ауылда. Кино деген сирек болады, оның өзіне жұмасына бір-ақ рет күндіз ғана кіргізеді, кешкі киноларға кіргізбейді. Біздің бар ермегіміз кітап оқу, газет журнал оқу. Сол кезде Кәмен мұғалімнің жексенін де оқыдық. Әлгі ақ жазық, көктем салқыны кітаптарын оқыдық. 70-ші жылдардың басында Абайдан соңның алғашқы нелері, үзінділері шыға бастады, соны оқығанбыз. Сол кезде мен мектепте оқып жүргенде мынау Тұрсын Жұртбаев деген ақын, ғалым, жазушы, мықты адамды білесіздер қазір, иә? 70-ке толып жатыр. Сол мектепте оқиды, әлгі аудандық облыстық газеттерге жазады, өлеңде жазады, мақала жазады. Соған еліктеп мен де жазамын. Мен де сондай журналистік қабілетім мектепте қалыптасқан. Сөйтіп жүргенде жаңағы жазушылар деген не деген, басқа енді көп кітаптар оқимыз ғой. Абай жолын да оқыдым мен. Мысалы үшін 9-шы класс оқып жүргенде Абай жолының 4 томдығын мектептің конференцияда, оқушылардың конференцияда 4 томын түгел айтып шыққан адаммын сол кезде. Соны шіркін жазушыны, тірі жазушыны көрсе ғой деген арман болатын сізде. Мектепте оқып жүргенде. Содан 1970 жылы өткен ғасырдың 70 жылы жазушы келе жатыр ауылға, кездесу болады деді. Тірі жазушы келеді. Кереметтей оқиға ол кезде. Сөйтсек Кәмен аға 50-ге толады екен 1970 жылы. Солай ма? 70 жылы. Біз 9-шы класс оқимыз. Әлгіні көруге асықтық. Сол алғаш рет менің сонда Кәмен ағаны, тірі жазушыны көруім 1970 жылы болды. Кейіннен де әлгі Абайдың 125 жылдығында басқа жазушыларды да көрдік қой. Бірінші көрген жазушым менің Кәмен Оразалин. Көп рахмет. Енді осы жазушының Мұхтар Әуезовпен кездесуі туралы айтып берсеңіз. Қалай? Жазушының Мұхтар Әуезовпен кездесуі туралы. Мұхтар Әуезов жанында жүрген естеліктер бар ма дейді. Бұл кісі енді жаңа бір шетін айтып кеттім, е? Мұқан 1943 жылы Аягөз арқылы жанында жазушылар бар, көптеген адамдар бар, орысы бар, қазағы бар. Аягөз арқылы келіп Қарауылда болады, сонан кейін мына Шыңғыстың ішін түгел аралайды. Ол кездегі көнекөз қариялар, әлгі тарихты білетін, Абайды көрген, Құнанбайды көрген деген сияқты бәрінің сөздерін тыңдап бәрін жазып отырады. Сонда Шыңғыстың ішін аралайды бірнеше күн. Сонда Кәмен мұғалім ол кезде армиядан, соғыстан бағана айтты ғой, жараланып, соғысқа жарамай қалады ғой. Екі аяғы жүрмейді. Содан комиссия етіп олар қайтарады ғой. Қайтарып елге келген. Бірақ енді өзінің қайсарлығының арқасында жаңағы атқа да міне алады, жүреді алады, ақсаңдаса да жүреді, атқа да мінеді. Сөйтіп жаңағы Әуезовпен кездесіп, Әуезовпен бірге болып, бүкіл жаңағы сол сапарында бірге болады. Сонда әдебиетке бұл кісінің енді бейім екен, бұл кісінің әкесі Оразалының өзі кереметтей тарихты терең білетін сондай шешен адам екен. Әуезов өз таңдан жазатын жазбалары бар. Сонда Оразалы бар, колхозшы.
оның ана Оразалының ұлы Кәмен бар деп соның бәрін жазады. Сол кезде Әуезовтің көзіне түседі, сол 43 жылы. Содан кейіннен енді Әуезов мына Абай жолы, Абай романының 2-ші кітабын, 3-ші кітабын жазған кезде Кәмен ағаға үнемі хабарласып отырады. Сен ана нені жазып жіберші, ананың тарихын жазып жіберші, ана оқиғаны жазып жіберші деп. Сонда Әуезовтің Абай жолы романын жазғанда осы Кәмен ағаның көмегі көп деген. Көкбайдың көмегі көп деген дейміз. Кәмен ағаның көмегі көп деген. Ол кісі енді Әуезов бәрін ана жақта жүр, ол кісі біле бермейді ғой. Соны жердің аты, судың аты, кісілердің аты, оқиғаның бәрін жазып жіберіп отырған ғой. Әуезов деген керемет жазушы, ана мәліметті алғаннан кейін өзінше көсілтіп жазып отырған жаңа эпопеяны. Сонда достығы деген Кәмен ағаның Әуезовтің Абай жолы романын жазудағы, эпопеяны жазудағы көп үлесін, көп көмегін тигізген. Міне көрдіңіз бе? Осындай үлкен екеуінің атын достық болған. Енді кейіннен де байланыс көп болды. Әуезов қайтыс болғанда Абай елінен екі адам келіп қатысқан ғой. Соның біреуі Кәмен аға. Сөйлеген, басында тұрған суреттері бар, ол туралы мақалалар бар. Сонда Әуезовтің соңғы сапарға да осы кісі шығарып салған. Сондықтан да екеуінің байланысы, достығы деген керемет үлкен. Енді кейіннен Кәмен аға да өзінің балаларына, Әуезовтің балаларының жиендерінің атын қойды. Елдар деген сол кісілердің жиенінің аты бар. Ернар деген ағасы бар. Ол да Әуезовтің жаңағы жиендері, немерелерінің аты солай ма? Міне осының бәрін ырымдап қойған ғой. Әуезовті өте жақсы көрген. Біз әлгі байланысып Қарауылда қызметке келгенде үйінде боламыз, кездесу жасаймыз, сонда айтып отырады, кездесулердің бәрін айтып отырады. Енді ауданда әлгі 80 жылдықта бұл кісі 80-ге толады деп, оны айтайын ба? Дұрыс. Сұрағың бар ма? Дұрыс, айтыңыз. 80-ге толады 2000 жылы. 2000 жылы. Мәдениетті қолдау жылы. Кәмен 80-ге толады, үлкен той жасауымыз керек деді аудан әкімі Қонысбай Төлеубеков деген маған тапсырды. Ол кезде мен аудан әкімшілігінің аппаратының басшысымын. Астымызға Волга берді. Сонан кейін ішкі саясаттың бастығы Екібаев Жақсыбек Жиенбайұлы деген ағамыз болды. Екеумізге тапсырма берді. Барлық ауылды аралап, халықпен кездесу жасайсыңдар. Барлық ауылды аралап шықтық. Сонда жол бойы әңгімені айтады. Сонда кереметтей сол кісінің білімділігіне, мына жердің, судың, тарихты шежірені айтқанда ол кісі жеткізіп айтатын адамды мен көрген жоқпын. Және де ұмытпаған. 80-ге келсе де ұмытпаған, сол жады дейміз ғой, әлгі память. Есте сақтау қабілеттеген өте жоғары. Сондай ағылып, төгіліп тұра жерді, суды бәрін адамдардың атымен айтқанда кереметтей болды. Сонда осы семейге келдік, музейде кездесу болды. Көп кездесу жанында бір 10 күндей жүрдім ғой деймін, өтті үлкен өмірлік тәжірибе алдым ол кісіден. Содан 80 жылдығын өткіздік, бүкіл ел болып тойладық. Сол жылы ол кісіге парасат орденін берілді. Сол кезде президент Назарбаев қол қойып, сол парасат орденін Назарбаевтың қолынан алуға елдар өзі апарып, папасымен бірге суреті бәрі бар. Сонда елдің үлкен құрметіне бөленген болатын. Міне осындай біздің қатынасымыз жақсы болды. Сонда жақсы көрді. Мені жаңағы жақын ағамыз екеумізді біреуім оң қанатым, біреуім сол қанатым болдыңдар деп бізді қатты жақсы көріп кетті. Біз де ол кісіні жақсы көрдік. Сондықтан да бұл кісінің мына жыл сайын өтетін оқулар өте беру керек, юбилейлік, мерейтойлық шаралар өте беру керек. Өйткені біздің елден шыққан үлкен көрнекті жазушыларымыздың бірі осы Кәмен аға. Ғасырдың басы. Көп рахмет. Жоқ, сіздің жасағаныңыз. Мектебіңіздің оқушыларына айтар қандай тілегіңіз бар? Мен бе? Төкің. Қалай? Төкің, кешіріңіздер, мына Төкіңге байланысты мен бір шәрбін айтып берейін. Төкіңнің Төлеубек Аманғызұлының үлкен бір ерлігі, жалпы әдебиетші адам тұңғыш Кәмен Оразалинді өз жазушы деген қандай болады десем, тірі жазушы осы екен ғой деп, бірінші алғашқы көрді деп жаңа айтып жатыр ғой, өзінің балалық сезімі керемет. Сол жаңа 80 жылдығында бұл кісі Абай аудандық мәслихаттың хатшысы. Аудан әкіміне ұсыныс жасап, бұл кісі сол Алматыда болып жатқан
бір жаңа үрдіс пайда болып, тәуелсіздіктен кейінгі мынау халықтың кешегі біртуарларын насихаттау, саңлақтарын паш ету Алматы облысы бойынша. Соны байқап, бұл кісіде сол Абай ауданы бойынша біз неге ғасыр тұлғаларын жасамаймыз? Мына бір ғасыр деп. Сонда жаңағы 10 адамның есімін берген уақытта соның біреуі шәкәрімнен бастап, сонда Төкең өзінің жақсы көретін бір рухани ұстазы Камен Оразалинді ұсынып, сол ғасыр тұлғасы деген арнайы шешім шығып, сонымен сол 10 адамның ішінде әкеміздің атын жаңағы ғасыр тұлғасына енгізуге үлкен еңбек сіңірген осы кісі. Өйткені заңдық тұрғыда, шешім тұрғысына орай. Енді жаңа бір сөз айтып кеттіңіздер ғой. Үкіметтік комиссия Абайдың елінен жаңағы 2 адам шақырады деген. Біреуі Кәкітай Ысқақов, біреуі Камен Оразалин деп. Міне мен балаларға айтайын, осы алдыңғы жыл ғана ма, кешіріңіздер Төке, былтыр ғана ма? Мен де көрмеген екенмін. Мынау Әуезовтің соңғы сапарға шығарып салу деген, ені қарасаңыздар, интернет ашсаңыздар, документальный деректі фильмдер бар. Қысқасы, сол дүниеде Әуезов шығарып салу дейді, сол кезде Алматыдан, Москвадан келіп қарсы алу самолеттің Қонаевтан бастап тұрғаны, шығарып салу, ақырғы сапарға анау машинаның үстіне табытты қойып апара жатуы. Соның барлығында әкеміздің соңғы суреті бар тұрған, музейде көрді. Ал ана кадрдан мен көргенім сол Мұхаңның денесін апара жатқан машинаның басында тұрып, порттың үстінде отыр екен әкеміз. Мен соны көріп таң қалдым. Міне көп не әлі белгісіз сол тарихи дүние болып қалды. Басқа да қазақтың классиктері бар, отырмаймын, өз замандастар бар. Сол жерде басында Бағыфыр, Абайдың жаңағы немересі кім? Әкей, міне осы адамдар отыр. Даже кім Әрқам Ақсақал отырмаған екен. Үйсе ол үлкен адам, ол кісін енді басқа машинаға сол отырғызған болу керек. Міне сондықтан сол бір дүниенді жаңа Төкең айтып жатқаннан кейін қосылып жатырмын. Енді да Камен ағаны атында Алматы, Астанада көше бар, берілді. Енді Қарауылда біз айтып та жүрміз, жаздықта Қарауылдағы мектеп интернет бар ғой? Қарауыл гимназиясы. Гимназия деп атады. Аты жоқ ешкімнің. Соны береміз дегенбіз. Сол негізі процесс жүріп жатыр, бірақ кешеуілдетіп отыр енді. Негізі сол кісінің атына беріледі. Қарауылдағы мектеп интернат, Камен Оразалин атындағы мектеп интернат деп аталу керек. Сол жөнінде жұмыстар жүріп жатыр. Үкіметтік комиссия соны шешетін шығар деп ойлаймыз болашақта. Сол кезде оң пікірді шықты емес пе? Оң пікір шығып, мектеп берілсін деген. Бірақ Абай облысы Шығыс Қазақстан бөлінгеннен кейін қайтадан құжат жіберіңдер деп, сонымен қазір біраз 90 құлап тұр. Кішкене бөгетті. Ол беріледі болашақта. Әмин, рахмет. Төлеубек Аманғазыұлы, біздің мектебіміздің оқушыларына айтар қандай тілегіңіз бар? Мынау енді Сіз де ұстаз болдыңыздар. ұстаз болдым. Мынандай мектеп енді біздің кезімізде мындай мектеп болған жоқ қой енді. Біздің отыратын парталарымыз мынандай сүйкімді әдемі емес, біздікі адам көтере алмайтын, өмірі сынбайтын, сондай қалың мынандай 50-ден жасалған сондай парталар болатын, білмейсіңдер. Бізде ана интернет тақта деген ондай болмайтын, бізде көн тақта соған бормен жазатынбыз. Сондай қиындау жағдайда болдық қой енді. Аса қиын болмаса да қиындау жағдайда болдық. Қазір енді бәрі бар сендерге оқуға. Заман деген алға жылжып бара жатыр. Ғылыми техниканың шарықтаған кезі, білім алам деген балаларға бәрі бар. Сондықтан да оқу керек. Оқу керек. Ана білімді мыңды жығат дейді. Білекті бірді жығат дейді. Білімді болсаң, бәр жерде, бәр кедергіден өтіп кетесің. Сондықтан да мектепте жүргенде білімді алып қалу керек. Анау жаңағы көрсетіп жатқан журналдарын қандай маған ұнады? Әрбір 90 сайын шығарып отырамыз дейді. Өте жақсы. Анау біз кезінде бағанада айтып жатырмын, қабырға газеті деген болатын, қабырға газеті, айына бір шығатын. Соған жазған өлеңдеріміз немесе жазған мақаламыз шыққанына мәз болып, қабырға газетінде менің мақалам шықты, өлеңім шықты деп мақтанатынбыз. Оған екінің бірінікін шығармайды, редколлегия бар. Жоғары кластың балалары, әдебиетке бейім, солар ең таңдаулысын ғана басатын міне. Ал сендерде міне көрдің бе?
кәдімгідей журнал сол шығып отырады. Ол деген жақсы, оған жазып тұрыңдар. Жаңағы ешқандай өздеріңе зиян болмайды. Келешекте әдебиетші болма, журналист болмасаңдар да, басқа салада жүрсеңдер де жазуға ыңғайларың, ептіліктерің қалыптасады. Ол өздеріңе өмірлік азық болады. Ешқандай зияны жоқ. Сондықтан да білімге басыңдар, осындайда білімді алып қалу керек. Тәртіп өзінен өзі. Сондықтан да жақсы оқыңдар, заманына сай азаматша болып шығыңдар.